Мамыр және маусым құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз білесіз. Құлпынай есте сақтау қабілетін жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады. Оның функционалдық өмірін ұзартады. Бұл бізге қартайғанда да мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Бір қызығы, құлпынайды күнде жеу қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын дәлелдейтін зерттеу де бар. Яғни, есте сақтау қабілетінің нашарлауы, яғни Альцгеймер ауруының басталуына тосқауыл болады. Құлпынай көру қабілетін жақсартады. Піскен құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтынуы тордың макулярлы дегенерациясының, катарактаның, көздің құрғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына келетін көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар бар ауруларды прогрессивті емдеуге ықпал етеді. Құлпынай антиоксиданттарға бай. Алдымен осы антиоксиданттардың не екенін еске түсірейік. Антиоксиданттар немесе консерванттар белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Құлпынай эллак қышқылына бай. Эллак қышқылы жасушалық циклды реттегіш. Көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларында кездеседі. Зат рак клеткаларының мутациясын тоқтату қабілетінің арқасында танымал болды. Құрамындағы эллак қышқылының саны бойынша құлпынай 3-ші орында тұр. Ол ісік процестерін басу мүмкіндігінен басқа қабынуға қарсы әсерге ие. Ағзаға пайдалы процестерге оң әсер етеді. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтады. Оны сыртқы әсерден қорғайды. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ. Сонымен қатар құлпынайда бұл дәруменнің көзі саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені бар. Рас, мұндай қасиет жылыжайда емес, ашық күн астында өсірілген құлпынайда ғана болатынын есте ұстаған жөн. Бір қызығы, мұздатылған құлпынай бұл витаминді жаңа піскен құлпынай сияқты сақтай алады. Бірақ сіз джемдер мен консервілерге үміттене алмайсыз. Жоғары температура витаминді жояды және тәтті қоспада пайдалы заттар қалмайды. Құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Бүгінгі күні қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Олардың кейбіреулері белгілі бір тағамдарды үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектесетінін көрсетеді. Құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Құлпынай қант диабетімен ауыратындар жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутриенттердің жоғары деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді. Сонымен қатар қанттың сынуын баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупі жоғары адамдарға да ұсынылады. Бұл жидек диабетті алдын алудың тамаша құралы болып табылады деп саналады. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек, қан тамырлары ауруларының пайда болу және даму қаупін төмендететіні дәлелденген. Жоғарыда айтқанымыздай, құлпынай әртүрлі дәрумендер мен антиоксиданттарға бай. Бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерде де болуы әлдеқайда маңызды. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Сонымен қатар, құлпынай болашақ аналарға пайдалы.
Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынса, балада құлпынайға аллергияның даму қаупі аз болады. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда, әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз, дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері ауруларымен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайды антиоксиданттар бос радикалдарға қарама қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе, көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені, органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынай жеп, сұлулығыңызды сақтаңыз және денсаулығыңызды күтіңіз.